Саламатсыздар ма? Құрметті білім алушылар. Кезекті дәріс сабағымыздың тақырыбы сайлау құқығы және Қазақстан Республикасының сайлау жүйелері. Алдыңғы дәрістерімізде біз адам және азамат құқықтарының мәні, олардың кепілдіктері мен шектелу негіздерін қарастырдық. Бұл мәселелер мемлекеттің демократиялық сипатын айқындайтын басты факторлардың бірі болып табылады. Өйткені, құқықтар мен бостандықтар тек қағаз жүзінде ғана емес, іс жүзінде қамтамасыз етілген жағдайда ғана қоғамда әділдік пен заңдылық үстемдік етеді. Осы дәрісте біз құқықтардың іске асуындағы ең маңызды тетіктердің бірі сайлау құқығы мен сайлау жүйелеріне тоқталамыз. Сайлау халық билігінің негізгі нысаны, демократиялық мемлекеттің ажырамас институты. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен сайлау заңнамасы азаматтарға мемлекеттік билікке ықпал етуге мүмкіндік береді. Сондықтан, бүгінгі дәрісіміздің мақсаты Қазақстандағы сайлау құқығының мазмұнын, сайлау жүйелерінің түрлерін және олардың еліміздегі қолданылу ерекшеліктерін жан-жақты талдау. Бұл тақырып алдыңғы дәрістермен тығыз байланысты, себебі құқықтар мен бостандықтардың шынайы кепілі азаматтардың саяси өмірге белсенді қатысуы болып табылады. Дәріс міндеттері: сайлау құқығы ұғымын және түрлерін ашу. Конституциясындағы сайлау құқығының қағидаларын талдау. Қазақстандағы мажоритарлық және пропорционалдық сайлау жүйелерін салыстыру. Дәріс өзектілігі: сайлау халықтың билікке қатысуының басты тетігі. Демократиялық мемлекетте сайлау құқығы мен сайлау жүйесін дұрыс түсіну азаматтардың саяси мәдениеті мен құқықтық санасын қалыптастыруда ерекше маңызға ие. Дәріс жоспары: бірінші сұрақ: сайлау құқығының ұғымы және түрлері. Екінші сұрақ: сайлау құқығының қағидалары. Үшінші сұрақ: Қазақстандағы сайлау жүйелері. Дәрістің бірінші сұрағы: сайлау құқығының ұғымы және түрлері деп аталады. Сайлау құқығы азаматтардың мемлекеттік билік пен жергілікті өзі басқару органдарын қалыптастыруға тікелей немесе өкілдері арқылы қатысуға мүмкіндік беретін конституциялық құқықтарының жиынтығы. Ол демократиялық мемлекеттегі халық билігінің басты тетігі болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 33-ші бабына сәйкес, әрбір азаматтың сайлауға және сайлануға құқығы бар. Сайлау құқығы азаматтардың мемлекеттегі өкілді органдарды қалыптастыруға қатысуға мүмкіндік беретін құқықтық институт. Объективтік мағынада сайлау қатынастарын реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Субъективтік мағынада азаматтардың сайлауға қатысу белсенді және сайлану бәсең құқығы. Сайлау құқығының түрлері. Белсенді сайлау құқығы азаматтардың мемлекеттік органдарға өз өкілдерін сайлау үшін дауыс беру құқығы. Бұл құқық Қазақстан Республикасының 18 жасқа толған барлық азаматтарына беріледі. Бәсең сайлау құқығы азаматтардың мемлекеттік органдарға сайлану құқығы. Бұл құқық белгілі жасқа, еңбек өтіліне, біліктілікке немесе Конституция мен заңдарда көрсетілген басқа талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. Мысалы, президенттікке 40 жастан, парламент мәжілісіне 25 жастан бастап сайлануға болады. Қорытындылай келе, сайлау құқығы азаматтардың саяси еркіндігін қамтамасыз етіп, мемлекеттік биліктің демократиялық жолмен құрылуына жағдай жасайды. Ол халық билігінің шынайы көрінісі болып табылады. Дәрістің екінші сұрағы: Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығының қағидалары деп аталды. Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығының қағидалары Конституцияда және сайлау туралы конституциялық заңда белгіленген. Бұл қағидалар сайлаудың әділ, ашық және демократиялық сипатты өтуіне кепілдік береді. Сайлау құқығының қағидалары бұл азаматтардың өкілді органдарды құруға қатысуын қамтамасыз ететін. Олардың ерік-жігерінің толық әрі еркін білдірілуіне жағдай жасайтын негізгі демократиялық талаптар мен ережелер. Бұл қағидалар мемлекетіміздің демократиялық даму бағытын айқындай отырып, әрбір азаматтың еркін білдіруіне, сайлау процесінің ашық әрі әділ өтуіне кепілдік береді. Сайлау қағидаларының негізгі мақсаты билік органдарын қалыптастырудың заңды тетіктерін қамтамасыз ету, қоғамдағы сенім мен саяси тұрақтылықты нығайту. Яғни, халықтың шынайы еркін білдіруі тек қағидаларға сүйенгенде ғана мүмкін болады. Ең алдымен жалпыға бірдей сайлау құқығы қағидасы барлық 18 жасқа толған Қазақстан азаматтарының барлығы жынысына, нәсіліне, ұлтына,
тіліне, дініне, әлеуметтік немесе мүліктік жағдайына қарамастан сайлауға қатысу құқығына ие. Бұл қағида халық билігінің толық жүзеге асуына жол ашады. Дегенмен, заңға сәйкес, сот әрекетке қабілетсіз деп таныған азаматтар мен сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтар сайлау құқығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар, тең сайлау құқығы қағидасы әрбір сайлаушының бір ғана дауысқа ие болуын белгілейді. Осы арқылы ешкімнің дауысы артық немесе кем саналмайды. Барлығы тең дәрежеде ескеріледі. Тікелей сайлау құқығы азаматтардың өз өкілдерін ешқандай аралықсыз, тікелей таңдау арқылы жүзеге асады. Бұл халық пен билік арасындағы байланысты нығайтады. Жасырын дауыс беру қағидасы сайлаушының таңдауын құпия сақтап, ешкімнің еркін білдіруге қысым көрсетуіне жол бермейді. Бұл адамның еркіндігі мен жеке құқығын қорғаудың маңызды шарты. Сондай-ақ, ерікті қатысу қағидасы бойынша сайлауға қатысу немесе қатыспау әр азаматтың еркіне байланысты. Оған мәжбүрлеу немесе қысым көрсетуге ешкімнің құқығы жоқ. Ақырында, әділдік пен ашықтық қағидасы сайлау процесінің барлық кезеңінде теңдік пен жариялылықтың сақталуын қамтамасыз етеді. Саяси партиялар мен кандидаттарға тең жағдай жасалып, сайлау комиссиялары заңды қатаң сақтау арқылы халықтың сенімін арттырады. Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығының қағидалары демократиялық қоғам құрудың берік негізі. Олар сайлаудың әділ, ашық және заңды түрде өтуіне кепілдік беріп қана қоймай, азаматтардың мемлекет істеріне қатысуына мүмкіндік береді. Дәрістің үшінші сұрағы Қазақстандағы сайлау жүйелері деп аталады. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйелері елдің саяси құрылымының маңызды элементі болып табылады. Сайлау жүйесі сайлаушылардың дауысын санау тәртібі мен депутаттық мандаттарды бөлу тәсілдерін айқындайтын құқықтық және ұйымдастырушылық тетік. Ол азаматтардың саяси еркін білдіруіне, биліктің легитимді болуына тікелей ықпал етеді. Қазақстанда сайлау жүйесі әр кезеңде саяси реформаларға сәйкес өзгерістерге ұшырап отырды. 1993 жылғы Конституция мен алғашқы заңнамалық актілер кезеңінде мажоритарлық жүйе басым болса, 1995 жылғы Конституция қабылданғаннан кейін аралас сайлау жүйесі енгізілді. 2007 жылдан бастап, мәжіліс сайлауы негізінен пропорционалды жүйемен жүргізілді. Бұл жүйе партиялардың рөлін арттыруға, көп партиялы жүйенің дамуына мүмкіндік берді. Үшінші сұрақ жалғасы. Мажоритарлық сайлау жүйесі. Мажоритарлық сайлау жүйесі кандидаттар арасында ең көп дауыс жинаған адамның жеңіске жетуін көздейтін жүйе. Бұл жүйе ежелден көптеген мемлекеттерде қолданылып келеді, және Қазақстанның сайлау тәжірибесінде де кеңінен пайдаланылған. Мажоритарлық жүйенің екі негізгі түрі бар. Бірінші, абсолюттік көпшілік жүйесі, кандидаттың сайлануы үшін дауыс берушілердің 50%-дан астамының қолдауына ие болуы қажет. Егер бірінші турда мұндай нәтиже шықпаса, екінші тур өткізіледі. Қазақстанда президент сайлауы осы қағидаға негізделеді. Екінші, салыстырмалы көпшілік жүйесі, кандидат өз қарсыластарынан көбірек дауыс жинаса жеткілікті. Бұл жағдайда сайлану үшін абсолюттік көпшілік қажет емес. Мәжіліс пен мәслихат депутаттарын бір мандатты округтерде сайлау осы жүйемен жүргізіледі. Мажоритарлық жүйенің артықшылықтары: сайланған депутат немесе президенттің нақты сайлау округымен және сайлаушылармен тікелей байланысы орнайды. Жеңген кандидаттың легитимділігі жоғары болады, себебі ол көпшілік дауыспен сайланады. Жеке тұлғалардың саяси белсенділігін арттырады. Кемшіліктері: шағын партиялар мен азшылықтың мүддесін толық көрсете алмайды. Жеңімпаз бәрін алады қағидасына сәйкес, дауыс берушілердің едәуір бөлігі сайлау нәтижесінен тыс қалып қоюы мүмкін. Кейде, бәсекелестік деңгейі төмендеген жағдайда сайлау әділдігіне күмән туғызуы ықтимал. Қазақстанда мажоритарлық жүйе тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап қолданылып, кейін пропорционалды және аралас жүйелермен үйлестірілді. Бүгінгі таңда ол мәжіліс пен мәслихаттардың бір мандатты округтері арқылы халықтың жергілікті деңгейдегі пікірін білдіруге мүмкіндік беретін маңызды сайлау жүйесі болып қала береді. Үшінші сұрақ жалғасы. Пропорционалды сайлау жүйесі. Пропорционалды сайлау жүйесі сайлау кезінде саяси партиялардың жинаған дауыстарының үлесіне қарай өкілдік орындардың бөлінуін көздейтін жүйе.
Бұл жүйеде негізгі рөлді партиялар атқарады, ал жеке кандидаттар екінші орында болады. Пропорционалды жүйе Қазақстанда алғаш рет 2007 жылы енгізілді. Сол жылдан бастап мәжіліс депутаттары толығымен партиялық тізімдер арқылы сайланды. Кейін 2022 жылғы конституциялық реформадан соң мәжілісте аралас жүйе енгізілді. Яғни, бір бөлігін партиялық тізім бойынша, ал екінші бөлігін бір мандатты округтерден сайлау қайта енгізілді. Пропорционалды жүйенің ерекшеліктері: сайлаушылар жеке кандидатқа емес, саяси партияға дауыс береді. Әрбір партияның алған дауыс үлесі бойынша парламентте немесе мәслихаттарда орындар бөлінеді. Әдетте, өту шегі барьер белгіленеді. Қазақстанда ол 7%-дан басталып, кейін 5%-ға дейін төмендетілді. Артықшылықтары: азшылықтың және әртүрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін жақсырақ көрсетеді. Көп партиялылықты дамытады, саяси плюрализмді нығайтады. Дауыс берушілердің пікірі толық ескеріледі, өйткені әр дауыс партиялық орынға ықпал етеді. Кемшіліктері: сайлаушы мен депутаттың тікелей байланысы әлсірейді. Партиялық тізімдегі кандидаттарды көбінесе партия басшылығы анықтайды. Бұл ішкі демократияға кедергі келтіруі мүмкін. Кейде парламентте көп партия өкілдігінің болуы саяси тұрақтылықты әлсіретіп, шешім қабылдауды қиындатады. Қазақстан үшін пропорционалды сайлау жүйесі партиялардың саяси аренаны дамытуына, азаматтардың партиялық бағдарын нығайтуына ықпал етті. Сонымен бірге, аралас жүйемен қатар қолдану саяси өкілдіктің теңгерімді үлгісін қамтамасыз етуде. Үшінші ұрақ жалғасы: аралас сайлау жүйесі. Аралас сайлау жүйесі мажоритарлық және пропорционалды жүйелердің элементтерін біріктіретін модель. Бұл жүйеде депутаттардың бір бөлігі партиялық тізім бойынша сайланса, екінші бөлігі бір мандатты сайлау округтері арқылы өтеді. Қазақстанда аралас сайлау жүйесі алғаш рет 1995 жылғы Конституциядан кейін қолданылды. Мәжіліс депутаттарының бір бөлігі партиялық тізім бойынша, ал екінші бөлігі бір мандатты округтерден сайланды. 2007 жылғы конституциялық өзгерістерден кейін мәжіліс тек партиялық тізім арқылы жасақталды. Дегенмен, 2022 жылғы конституциялық реформадан соң қайтадан аралас жүйе енгізілді. Аралас жүйенің ерекшеліктері: сайлаушылардың таңдауы екі бағытта жүзеге асады: партияға дауыс беру және нақты бір кандидатқа дауыс беру. Парламенттегі орындардың бір бөлігі партиялар арасында дауыс үлесіне қарай бөлінеді. Ал қалғаны жеке кандидаттар арасында бәсекелестік арқылы анықталады. Бұл жүйе мәжілістің құрамын әртүрлі әлеуметтік топтардың мүддесін қамтитындай етіп қалыптастыруға мүмкіндік береді. Артықшылықтары: сайлаушылардың дауыстары жан-жақты ескеріледі. Партиялардың да, жеке тұлғалардың да өкілдікке ие болуына жол ашады. Сайлаушы мен депутат арасындағы байланыс сақталады. Сонымен қатар саяси партиялардың рөлі де төмендемейді. Кемшіліктері: жүйенің күрделілігі сайлаушылар үшін түсініксіздік тудыруы мүмкін. Партиялық және жеке кандидаттық өкілдіктің тепе-теңдігін сақтау кейде қиындық туғызады. Сайлау қорытындыларын есептеу ұзаққа созылуы ықтимал. Қазақстан үшін аралас сайлау жүйесі демократиялық процестерді дамытуға және саяси жүйенің теңгерімділігін қамтамасыз етуге бағытталған маңызды қадам болып отыр. Бұл жүйе партиялар мен азаматтық қоғамның ықпалын күшейтіп, халықтың билікке сенімін арттыруға септігін тигізеді. Қазақстанда сайлау бірнеше деңгейде өткізіледі. Бірінші, республикалық деңгей: президент сайлауы бүкіл халық тікелей дауыс беру арқылы сайлайды. Парламент мәжілісі депутаттарының сайлауы партиялық тізім бойынша және бір мандатты округтер арқылы өткізіледі. Екінші, жергілікті деңгей: мәслихат депутаттарының сайлауы облыстық, қалалық және аудандық мәслихаттарға депутаттар сайланады. 2022 жылдан бастап аралас жүйе қолданылуда. Партиялық тізім, бір мандатты округ. Ауыл әкімдерінің сайлауы 2021 жылдан бастап ауылдық округ, кент, аудандық маңызы бар қала әкімдері тікелей халықтың дауыс беруімен сайланады. Үшінші, аралас және толықтырушы деңгейлер: жекелеген референдумдар немесе сайлауға тең заңнамалық рәсімдер өткізілуі мүмкін. Мысалы, Конституцияға өзгерістер енгізу жөніндегі референдум. Бұл жүйе Қазақстандағы демократиялық процестерді дамытуға,
биліктің халық алдындағы есептілігін арттыруға және азаматтардың саяси өмірге тікелей қатысуына мүмкіндік береді. Үшінші сұрақ. Сайлау процесінің кезеңдері. Қазақстан Республикасының сайлау туралы конституциялық заңына сәйкес, сайлау мынадай негізгі кезеңдерден тұрады. Бірінші. Сайлауды тағайындау. Президент, парламент, мәслихат немесе әкім сайлауын белгілеу құзыретті орган арқылы жүзеге асады. Президент, орталық сайлау комиссиясы немесе мәслихат. Екінші. Сайлау комиссияларын құру. Орталық, аумақтық, округтік және учаскелік сайлау комиссиялары ұйымдастырылады. Үшінші. Сайлаушылар тізімін жасау және тексеру. Сайлаушылардың аты, жөні енгізіліп, олардың дауыс беру құқығы нақтыланады. Төртінші. Кандидаттарды ұсыну және тіркеу. Саяси партиялар, қоғамдық бірлестіктер немесе өзі ұсыну арқылы кандидаттар ұсынылады. Орталық және жергілікті сайлау комиссиялары кандидаттарды тіркейді. Бесінші. Сайлау алдындағы үгіт жүргізу. Кандидаттар мен партиялар өздерінің бағдарламасын таныстырады. Бақ, кездесу, пікірталас арқылы үгіт жүргізіледі. Алтыншы. Дауыс беру күні. Сайлау учаскелерінде сайлаушылар дауыс береді. Құпия дауыс беру қағидаты сақталады. Жетінші. Дауыстарды санау және нәтижелерді анықтау. Учаскелік комиссия бюллетендерді санайды. Орталық сайлау комиссиясы түпкілікті нәтижелерді жариялайды. Сегізінші. Сайлау қорытындыларын жариялау және мандаттарды бөлу. Жеңімпаз кандидаттар мен партиялар ресми түрде жарияланады. Сайланған тұлғалар өз өкілеттігін бастайды. Қорытындылай айтқанда, бұл кезеңдер сайлаудың әділ, ашық және демократиялық түрде өтуіне, азаматтардың еркін білдіруіне кепілдік береді. Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығы мемлекеттің демократиялық жүйесінің басты тіректерінің бірі болып табылады. Ол халықтың еркін білдіруін қамтамасыз етіп, мемлекеттік билікті қалыптастыруға қатысуына құқықтық негіз жасайды. Сайлау қағидалары жалпыға бірдейлік, теңдік, еріктілік, құпия дауыс беру және ашықтық қағидалары сайлау процесінің әділ және заңды өтуіне кепілдік береді. Бұл қағидалар әрбір азаматтың еркін таңдауына жағдай жасап, сайлаудың демократиялық мәнін айқындайды. Сонымен қатар, Қазақстандағы сайлау жүйелерінің мажоритарлық, пропорционалды және аралас әртүрлілігі саяси плюрализмді дамытуға, саяси партиялардың рөлін арттыруға, сондай ақ халықтың әртүрлі топтарының мүдделерін өкілді органдарда көрсетуге мүмкіндік береді. Сайлау процесінің кезеңдері де сайлауды тағайындаудан бастап нәтижелерді жариялауға дейінгі барлық қадамдар заңмен нақты белгіленген. Бұл оның ашықтығы мен заңдылығын қамтамасыз етеді. Осылайша, сайлау құқығын меңгеру, оның қағидалары мен жүйелерін білу әрбір азаматтың саяси, құқықтық мәдениетінің жоғары болуына ықпал етеді. Бұл өз кезегінде Қазақстандағы демократиялық қоғамды нығайтуға және халық билігінің жүзеге асуына жағдай жасайды. Дәріс бойынша пайдаланылған қайнар көздер мен әдебиеттер тізімі. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі конституциялық заңы С. Иманбердиевтің Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы атты кітабы. Шымкент, 2018 жыл. Құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің кезекті дәріс сабағымыз аяқталды. Егер дәріс мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, беймарал қойыңыздар. Сіздің сұрағыңыз